Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге Өмір радиосы. Бүгін біз сіздермен тәкаппарлық екі дүние кесірі тақырыбында әңгіме өрбітеміз. Тәкаппарлық бұл өзін жұртқа көрсету, үнемі басқаларды мойындатуға әрекет ету. Өзін өзгелерден артық санау, міне бұл сезімді ислам шариғатында тәкаппарлық деп атайды. Ғалым, жазушы Асылбек Әуезханұлы өзінің «Тәкаппарлық екі дүние кесірі» атты мақаласында қазақ тіліндегі мынадай баламаларын мысалға келтіреді. Менмендік, өркөкіректік, кеудемсоқтық, паңдық. Ғалымның зерттеуінше, мектептің өзінде кейбір оқушылардың ана киімді кимеймін, мына киімді киемін, жұрттың бәрі жаңа үлгідегі киімдерді киеді, мен ғана ескі киіммен жүрмін деп байбалам салатынын ата-аналардан көп естиміз. Мұның өзі тәкаппарлықтың нышаны екен. Жазушы Асылбек Әуезханұлы бұл мақаласында хадистерден, сүрелерден мысалдар келтіреді. Мысалы, Лұқман сүресінің 18-ші аяты. Адамдарға паңданып қырын қарама, және жерде тәкаппарланып жүрме. Шынында Алла тағала даңдайсыған мақтаншақтарды сүймейді. Сонымен қатар, Исра сүресінің 37-38 аяттарын айқындай түскен. Жер бетінде тәкаппарланып жүрме, өйткені сен ешқашан жерді тесіп кете алмайсың, және таулардан да биік бола алмайсың. Бұлардың барлығы Раббыңның құзырында, жек көрінішті қылықтардан саналады. Міне, осындай сүрелер, хадистер арқылы жазушы тәкаппарлықтың екі дүние кесірі екенін айқындай түскен. Тәкаппарлық жалпы қалай көрінеді? Әйел адамдарда, қыз балаларда тәкаппар мінез бола ма? Шыны керек, бұл мінез өте көп кездеседі. Бірақ та адамдардың барлығы бірдей өзінің тәкаппар екенін, кей сәттерде өзін өзгелерден жоғары ұстайтынын мойындай бермейді. Оны мойындап, онымен жұмыс жасаудың өзі ерлік емес пе? Ендеше, құрметті тыңдарман, сіздерге Тәлім ТВ онлайн бағдарламасының «Қырсықтан көркем мінезге, қыңыр мінездің кесірі қандай» атты тақырыптағы «Сырласайық» бағдарламасының бір бөлімін ұсынғымыз келеді. Сіздердің назарларыңызға Мәрзия Бегайдар атты психологтың сұхбатын ұсынамыз. Көп әйелдер неге шындығын айтпайды? Неге олар қиналса да соны жасайды? Өйткені оның түбінде тәкаппар жатыр. Ол айтады, мен осы жанұяда мені ең мықты келін ретінде мойындатсам. Мойындасын дейді. Иә, мен егер менде ондай ниет болмаса мойындатып, мен оларға шындығымды айта саламын. Мынаны істей аламын, мынаны істей алмаймын деп айтамын. Ал егер түпкі ниет сондай болса, мен мойындасын. Онда әйелдер ешқашан айтпайды. Шаршаса да, ауырып тұрса да барып істейді. Неге? Ой қандай болып тұрады, мені мойындасын. Сол кезде өздеріңіз байқағандай, Мәрзия Бегайдар ханым келіндерде, әйел адамдарда кездесетін мен өзімнің мықты екенімді дәлелдеймін деген тәкаппар мінез туралы жақсы айтқан.
шаршаса да, ауырса да, кей кездерде өзінің өзгелерден жоғары екенін, мықты екенін көрсетемін деп жүріп әйел адамдар сол отбасының алдында құнсызданып жатады. Сонда біз қалай тәкаппар болмаймыз? Тәкаппарлықтың алдын қалай алуға болады? Бұл әңгімені біз шағын ән үзілісінен кейін жалғастырамыз. Сіздердің назарларыңызға Made in KZ тобының «Жүрегім менің» атты әніне каверін ұсынғымыз келеді. Made in KZ тобы 2 домбырашыдан 1 солистен құралған. Бұл топ әлемді бағындырған. Әлемдік хиттерді, қазақтың тамаша әуендерін домбыраға салып, каверлер жасайды. Ендеше, құрметті тыңдарман, бірге тыңдайық. Бұл Made in KZ тобының «Жүрегім менің» атты әнге кавері болатын. Ал енді тәкаппар болмаудың жолдарын қарастырайық. Құрметті тыңдарман, біз сіздерге 3 кеңес ұсынамыз. Ең біріншісі, ешқашанда өзіңізді өзгелерден жоғары санамаңыз. Аллахтың алдында бәріміз теңбіз. Өмірде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан да өзгелерді кемсітуге, өзгелерді төмен санауға, өзіңізді тым жоғары, артықпын деп санауға болмайды. Ал екіншіден, өзгелердің көзқарасына төзімдікпен қарау керек. Мен бәрін білемін деген болмайды. Білгенім 19, білмегенім 19 екенін ұмытпаған жөн. Сіздің білмейтініңіз көп. Сізден де көп білетін адам, сізден де жақсы жасай алатын адам кездесуі мүмкін. Бірақ әрбір жерде мен деп айта берсеңіз, өмірде өз жолыңызды жабасыз. Үшінші айтатын кеңесіміз бұл: мейірімді болыңыз. Өзгелерге жақсылық жасасаңыз, әрдайым күлімдеп жүріп, өзгелердің жақсы жағы болсын, жаман жағы болсын, бірдей қабылдай алатын болсаңыз, міне шынымен де сіз көркем мінезге жетесіз. Абай атамыз айтқан, нұрлы ақылдың, жылы жүректің, ыстық қайраттың иесі атанайық, толық адам болуға ұмтылайық. Тәкаппарлық 2 дүние кесірі. Оны ұмытпаған жөн. Құрметті тыңдармандар, осымен біздің эфиріміз тамамдалды. Сіздермен бірге болған Айнұр Мұратқызы. Келесі кездескенше қош, сау болыңыз.